Саламатсыздар ма? Құрметті тыңдармандар, көрермендер. Мен Лақбаев Оразәлі. Осы жолдаған себебім ұлы Лақбаев Самат әділетсіздіктің құрбаны болды. Себебі жасамаған істі жасады деп сот сондай шешім қабылдап, қатаң жазада 11 жылға соттап жіберді. Ал негізінде келген уақытта ол Дәулет Медет өлген баланы арыз жазған күннің ертесінде ғана көргенде сап-сау жүгіріп жүріп еді Алатау ауданында. Арада 3 күннен кейін больницаға жатып, 6 күннен кейін больницаға жатып көз жұмды. Көз жұмған уақытта медициналық экспертизаның барлығы өлген күннен 5-нен былай қарата 5 күн мен 7 күннің арасында алған соққы деді. 3 медициналық экспертиза тағайындап, үшеуінде де 5 күн мен 7 күннің арасында алған соққы, бірақ бұл жерде соққы емес, бүйрек жетіспеушілігінен өлді деп жазды. Ал сотта көрсетіп қойған Қалмағанбет мырза. Сотта көрсеткенінде осындай соққы алғаннан кейін больницаға түсті. Ол өтірік больницаға түсетін болса, оның іш майы жыртылып кеткен. Бұл 13 күн больницаға түсіп отыр. Арада 3 күннен кейін. Неге осының барын аударып, осының барын жоқ не қылып қоя салды? Бұны ұйымдастырған Қадырова Айгерім деген қыз еді. Ал ұйымдастырған менің балам қылып қойды. Мен балам керек десең танымайды Дәулет Медетті. Ал сот жаңағыдай медициналық сараптама бойынша бүйрек жетіспеушілігінен өлген деген. Бұның арқасында 20 сантиметр көлемінде күйікті, барлығын бұлар қаншама сотқа ходатайство жазғанда да сотқа бізге бірде-бір жауап бермеді. Ол қай жақтан келген күйік, арқасында 20 сантиметр көлемінде күйік. Осының бәрін қаншама айтып неғылбек бұған құлақ таспады. Тек қана бұлардың мақсаты менің баламды соттау болды. Ал енді елбасымыз қандай сөйлейді? Елбасымызды елге осындай жаманатты көрсетіп, барлық нәрсенің бәрін жасырып сөйтіп істейтіндер осындайлардың кесірінен ғой біздің елбасымызға жаманат келіп отқан себебі. Осындайлар, бұл елбасы бұны керек десем бұны білмейді да. Қаншама елбасына хат жаздым мен. Хат жазғанда барлығы елбасына жетпейді. Әкімшілік тарапынан ген прокуратураға секіріп кетеді. Ген прокуратурадан маған Ахметжановтан қаншама хаттар алдым, барлығында заңды дейді. Бұның 2 баласына қарамастан машинаны конфисковать етіп осындай соттап. Бұл қалай сонда? Мен Верховный сотқа Рахматуллиннің қабылдауында болдым. Онда да тексереміз деді. Тексерілген жоқ, сол жыл жауып қоя салды, бәрі заңды екен деп. Ал енді әділеттікті біз қайдан іздесек болады? Сонда біз Қазақстан мемлекеті әділетсіздіктен жұрдай болып осы кете береміз бе? Осы біздің халықтың мұңын зары елбасымыздың құлағына жетер ме екен? Осы елбасының құлағына жеткізбестен осындай орта жолдан шорт кесіп тастап жатқан мінекей осындай азаматтардың арқасында қаншама халық сорлап жатыр шындығына келгенде. Ал енді болмаса мен әкесі бола тұра сот несінде ашық сот болды. Ашық сот болғанның өзінде мен бірде-бір процеске мені қастырмады. Неге? Өткен себебі мен әділдік іздеген үшін бәлеқор атанғаным болды. Ал енді сонда біз әділдікті қайдан іздейміз сонда? Мен әділдік іздеп бармаған жерім қалмады, баспаған тауым қалмады. Ешқандай мен әділдіктің түбіне жете алмадым. Мысалға Асанов мырзаның айтқан сөзінде қит етсе қазақ құдасын, туысқан жора-жолдасын іздеп шығады дейді. Ал іздемей-ақ әділдікті іздедім ғой мен. Әділдікті іздеп не шумаққа жеттім сонда? Мен Асанов мырзаның осы сөзіне сеніп қаншама жерлерге мен хат жазып, қаншама жерлерге мен бардым. Бірақ ешқандай нәтиже таппадым, нәтиже шығара алмадым. Енді сонда қалай болады сонда? 3 медициналық сараптамадан кейін 7 комиссия құрылып, комиссияның 5-еуі бүйрек жетіспеуінен өлген десе, 2 мырза таяқтан болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін дейді. Ал сонда қалай? Сол мүмкін үшін 11 жылға соттап жібереміз ме? Сонда адамның тағдыры тәлкек ойыншық болған ма бұл кісілерге? Мен ешқандай басым жетпеді бұған енді. Қайтып не қылсақ болады, қайтсек болады. Бұл жерде әділеттің көрінетін түрі жоқ. Мен енді тек қана басқа амалым жоқ. Осы елбасына жолдауға, осы жолда отырған сенаттарға жолдаудан басқа, осы журналист арқылы шығуға мәжбүр болып отырмын. Мен енді әділеттіктің түбіне жете алмайтын болдым, оған көзім жетті. Ең болмаса мен жаңағы амнистияға, рақымшылыққа ілінсе деп мен соны ғана тілеймін. Осыған атсалысып, осыған не қылатын адамдар болатын болса, мен де
соттағы процестің барлық несі бар менде. Документтер, құжаттардың барлығы бар менде. Осыны қолға алып мен қараймын. Мен осы жолға түсіремін деген азаматтар болатын болса, нұр үстіне нұр деп, Алланың нұр жаусын деп соларға айтар едім. Бұл жерде менің балам кінәсіз кетіп отыр. Осыған оң көзбен қарайды деп үміттеніп әлі де болса, тағы да мен осы неге шығуыма мәжбүр болып отырмын. Қол ұшын беретін азаматтар болатын болса, Алла атымен сұраймын, бір жәрдемін берсін маған. Өйткені кәмелетке толмаған 5 жасар, 6 жасар 2 немерем бар. Олардың жағдайы не болады, тағдыры не болады, осының барлығына ойланып қарап, қол ұшын беретін азаматтар бар ма екен біздің қазақ мемлекетінде. Осы менің осы зарым елбасының құлағына шалынса деп тілеймін. Елбасына осындай жаманаттық көрсететін осындай азаматтардың арқасында елбасының жамандық көрсететіні. Ал елбасы мырза бұның біреуін білсе, біреуін білмейді ғой. Сондықтан осыған көңіл бөлулеріңізді сұраймын. Рахмет сіздерге көптен көп.